Қайырлы таң достар. Біздің ұзақ саяхатымыз басталды. Бұл ЖД саяхат жібек жолы деп аталады. Кеше Астанадан басталды. Астанадан Шымкентке дейін самолетпен аман-есен ұшып келіп, өзіміздің достарымыздың үйімізге келдік. Олар қуана қарсы алды. Кеше айттың бірінші күні болды. Сөйтіп, сонау Астанадан достарымызға айттап келдік түн ішінде. Жақсы әңгіме, дүкен құрып, жаңа бізді шай беріп шығарып салды вокзалда. Пойызымызды күтіп отырмыз Шымкенттің вокзалында. Керуен экспресс деген пойызымыз келді. Қазір кеп қаламыз. Ерте келдік, балалар ұйқылары қанған жоқ қанша. Кепка берді бізге. Мұндай кепка берді бізге. Енді біз жоғалтпаймыз. Так, және баучер қайтып береді. Баучер. Кентте жаңа вокзал салыпты. Биыл бірінші рет көріп тұрмыз. Жалпы бірінші рет көріп тұрмыз. Артындағыдай. Сондай әдемі, көрікті. Есесіне вокзалдың есі өзгереді екен жаңағыдай. Аурасы. Жаңа болса. Ыңғайлы автобустарға отырғызып алып Шымкентке шықтық. Шымкент тарихы терең, табиғаты жасыл мекен. 2200 жылдық шежіресі бар қаланың жүрегі көне Шахристан. Бұл жердегі жер асты құрылыстары мен жолдары қала тарихындағы ең қызықты жұмбақтардың бірі екен. Мысалы, жаудан жасырыну мен түрлі қоймалар бар. Бұл көне шаһардың инженерлік деңгейі жоғары болғанын дәлелдейді. Ары қарай бізді отырарға алып келді. Қазір көне қала отырарға келіп отырмыз. Қазақ өркениетінің төл бесігі десек те болады, иә. Бәріміз енді отырар қалашығы, отырар кітапханасы туралы естіген болармыз. Бірақ енді мен суреттерден көргем, раскопкаларды, бірақ осынша үлкен болады деп, осынша үлкен қала деп ойламаппын. Даже қазір бір қала болмаса дағы масштабқа қарап, андай грандиозный, үлкен сондай бір масштаб сезіліп тұр. Өте ерекше. Ең қызығы, анау жердің өзі Шахристан болып, төмпешік Шахристан болып есептеледі екен. Ал біз мына тұрған жер Раббат деп аталады. Раббат деген ол қарапайым халық тұратын жер ғой. Ана жақ элита тұратын жақ. Қазір элитный районға барамыз. Қамды жақсы көреді. Алтыкен айтады, өзін жақсы сезініп тұрмын дейді. Неге балам? Неге өзің жақсы сезініп тұрсың? И в безопасности. Не? Потому что мы находимся в пустыне. Манда өстіп көш, бұл түйенің көші деп аталады. Осылай келген қалаға. А знаете то, что вот эти штуки, Ага. это просто вены, которые поднялись вверх. Балаларға айтып келе жатырмын да, мынау саудагер деп. Түсінбейді саудагер кім екен. Бизнесмен дедім сосын. Ал қалаға біз кірдік, көз алдымызға елестетіп, мына жерде солдаттар күштер, мына жерде алғы жақ адамдар, балалар қарап тұр бізге. Бұл кім келді деген сияқты. Мына жаққа кірсең, ана бір үйлер, біреудің үйі, мастерской, масондалар болған шығар енді. Сосын барып жүресің, мына жерде қарауылдар тұрады, қарап, қалай өтіп жатыр, мына жерде түйелер осылай, түйенің үстінде кетіп бара жатсың, бір заттарыңды әкеліп, сосын барып базарға келесің. Мынау базар жері шығар, сондай алаң, мына жерде отыратын, сауда саттық, осы жерде. Қызық екен, кішкене көз алдыңда фантазия болсын. Артымыздағы баня. Бұл жерде баняның кірпіштері қызыл, күйдірілген кірпіштер екен. Ол кірпіштерді осы жерден емес, 60 км жерден алып келіп салған екен. Тағы да бір қызығы, адамдар бұл жерде тірліктерін кешкен екен баняға келіп, әңгімелесіп, әңгіме-дүкен құрып. Баняның ішінде тек қана пар емес, хамамы да бар екен, хауызы бар екен ішінде. Мына төңіректе суфилер жекеленіп, дұға қылып, жаңағы медитация жасап, сонда бөлмелері бар екен арнайы. Сосын барып, общий залға шығып, олар ұстазымен талқылап, соны сөйлесіп отырады екен. Қаласын Шыңғысхан жарты жыл бойы алынбаған. Оның бір себептерінің бірі, мінекей мынау қамал, үлкен қамал болған. Осы жерде гидтің айтуы бойынша, мынау Шыңғысханның әскері, жошы баласының әскері, мына жерде көзің қай жерге дейін жетеді, сол жерлердің барлығында монғолдар болған. Осы жерде күткен жарты жыл бойы. Осындай үлкен қамалдың арқасында. Бірақ қателеспесем, Қараша ма деген бір сатқынның арқасында жарты жылдан кейін қамалды ашып берген. Сөйтіп Шыңғысханның әскері кіріп, бірде бір адамды қалдырмай бәрін қырып салған қалада. Сосын бұл жерде
өртеп жіберген қаланы толығымен. Сөйтіп бұл жерде 150 жылға дейін, 20 жылға дейін, білмеймін онша бірнеше жылға дейін бұл жерде қалада ешкім өмір сүрмеген. Сосын Әмір Темір бұл жерде келіп, жаңағыдай қаланы қайтадан жандандыруға тырысқан, бірақ су келмегендіктен қала қайтадан қалпына келмеген. Шәуілдерден өтіп барамыз. Слышно всем в автобусе? Шәмші Қалдаяқовтың туып өскен жері. Соның ол жазған өлеңін тыңдап отырмыз. Түркістанға келдік. Ауа райы керемет болып тұр. Покажи вокруг. Айналамыз сондай әдемі. Түркістан өте қатты өзгеріп кетті. Тарихи мәдени музей қорығы дейді. Мына жағымызда университет, алдымызда Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейі. Біз бұрында келген кезде мыналардың барлығы енді ремонт болып, енді дайындалып отқан ашылуға. Қазір обедке бізді әкеле жатыр. Қазір осының барлығын сосын көреміз, тамақ ішіп болғаннан кейін. Маған ұнап тұр. Ескілікпен, көне заманмен қазіргі заманның әдемі түйілісі тоғысқан жері болып тұр да, бәрі бір-біріне жақсы үйлесімді болып тұр. Тандыр деген ресторанға келдік. Қазір осы ұзағынан ұзақ мұнараққа дейін біздің енді тобымыздың үстелі осы жерге келіп тамақ ішеміз. Бізге лағман береді, палау, сол. Біз шет жағасынан отыра салдық, асқа бармақ үшін. Ташкентский плов келді. Қалай екен дәмі? Көрдің бе? Қазір уже түрінен күшті болып тұр ғой. Помидорлардың дәмі ерекше енді. Күшті. Ал бүке уже ұрып отыр тамақ. Жаңа керемет бізге айтып берді. Гид жаңадан ашылған раскопкалар бойынша археологиялық Күлтөбе табылыпты. Түркістанның аты екі рет ауысқан екен. Біріншісінде Күлтөбе болыпты осы жерде, және де сосын Яссы қаласы болған. Қазір енді сосын Түркістан болып, қазіргідей атауы қойылған. Енді ғасырларын білмеймін, бірақ жалпы қызық екен да. Сол Күлтөбені қалай тапты дегенде, оның үстінде қала болған екен. Караханиттер өздерінің дәуірлерінде жаңа қалаларды алып жаулаған кезде, олар бұрынғы үйлерді құртпаған, үстінен жаңағы сұйық глинаны құйып, бетон қылдырып салғанда үстінен тағы да қала салған. Сөйтіп, біздің археологтар сөйтіп қазба жұмыстарын жасап жатқан кезде тауып алған екен. Айтады, әлі ашылмаған, біраз уақыттан кейін ашылатын шығар. Яғни Түркістанға тағы бір рет келген кезде тағы жаңа объекттерді көруге болады. Өте қызық. Және сол қабырғалары ешқалай өзгермей, сол қаз қалпында бірінші, екінші ғасырда біздің эрамызға дейінгі, ойлаңыздар, сол ғасырда салынған үйлер әлі тұр дейді қабырғалары. Масқара, таңғаларлық. Біз қазір енді баняға деді ма? Сол жерге келдік. Сосын жер асты мешітіне барамыз. Ауа райы енді тамаша болып тұр. Тур керемет ұйымдастырылған. Сөз жоқ. Яссауидің кесенесіне келдік. Сол күйі керемет. Құстар сайрап тұр. Осының реконструкциясына бұрында менің апам қатысып еді кезінде. Өзімнің тобымнан қалып кетпес үшін жетіп алуға тырысайын оларға. И все, что он делал, все это имело смысл. То есть все, что мы видим на мавзолее, добавлено сюда не просто так. Конкретно, если мы говорим об вот этой стене, смотрите, нам нужно будет можно заметить, что она состоит из темной плитки и светлой. Мәртебесін алғаннан кейін әр қаладан ғимараттар салып берген, солардың барлығын таныстырып аралап шығамыз. Мынау оң жақтарыңызда жалпы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіретін 4 қақпа бар. Сол 4 қақпаның шығыс қақпасы Мүсәллә. Мүсәллә араб тілінен аударғанда жайнамаз деген мағынаны білдіреді. Кезінде кесенеге кірушілер осы жерден 2 ракат сәлем намазын оқып, ары қарай кесенеге кіретін болған ғой. Осы жерден. Ат болып кісілер атын тастап, қару-жарақтарын тастап осы жерге кіретін болған. Мына сол жақтарыңызда визит центр, туристерді күтіп алатын орталық. Бұл жерде 3 тілде гид жалдап, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілінде гид жалдап, осы жердегі бүкіл ғимараттардың макетін көрсеңіздер болады.
Жалпы Қожақ медиа кесенесінде қазақтың 21 ханы, 54 батыры, 300-ге жуық ел басқарған билер, болыстар, датқалар жерленген. Сол жақтарыңызда солардың құрметіне хандар монументі. Керейден бастап Кенесарыға шейін хандардың есімі басқарған жылдары мен бағанағы QR кодтар орналасқан ғой. QR кодты түсірсеңіздер, тарихын, қай жылдар билік еткенін барлық информацияны біле аласыздар. Ал оң жақтарыңызда ғимарат Күлтөбе. Күлтөбенің басында күнде жиын, күнде той деп әдебиетте жырлағандай, осы жерде хандардың құрылтайы өтетін қалашық болған. Жалпы 5 бөлмеден тұрады. Хандар демалатын орны, садақ ататын орны әртүрлі бөлінеді. Алдарыңызда жаңадан ашылған парк, тұңғыш президент саябағы. Жалпы бұл жерде былай қарай жүретін болсаңыздар, енді қазір қарлармен жүруге рұқсат жоқ, тек жай жүргіншілерге. Ішінде искусственный көл бар. Шынар төбе дейтін биік төбесі бар. Катамарандар тебуге болады. Мынау мешіт жаңадан салынған мешіт Бұл па? оң жақтарыңызда ақ мешіт, Түркістанның орталық мешіті, центральный мешіт. Яғни 2016 жылы Түркияның президенті Ердоған салып берген. Тут нет дверей. Анау алдарыңызда шығыс моншасы. Жалпы кезінде Қожақ медиа сойының қасында Восточная баня болған ғой. Сол Восточная баня 1979 жылға шейін жұмыс жасап тұрған. Ол бір ғана майшамен іші полностью температурасы қызып тұратын болған. Сөйтіп 1979 жылы Ресейден адамдар келіп инструкциясын көреміз деп бұзып алады. Содан кейін ол баня мешіттің жанында қазір музей болып тұр. Ал соның копиясы Қызылорда қаласы салған. Ана сол жақтарыңызда Қожақ медиа сойының құрметіне салынған музей. Ол енді Астана қаласының сыйлығы, дизайны өте ерекше. Таңғы 9-дан кешкі 6-ға шейін жұмыс жасайды. Қай қаладан келдіңіздер өздеріңіз? Астанадан. Қош келдіңіздер, Түркістанға зияраттарыңыз қабыл болсын. Анау монша сонда істей ме қазір? Иә, действующий кәдімгі баня, иә. Адам басы 1000 теңге сондай. Күшті. Оң жақтарыңызда жилой комплекс Караван. Мынау не? Яйцо? Иә, яйцо қазір айтамын. Мынау алдарыңызда біздің Түркістан қаласында жалпы 3 университет бар. Мынау соның біреуі туризм және меймандостық атындағы университетіміз. Енді бұл университет қазір мынау жатақханасы қасында 2-ші корпусы, алдағы уақытта 1-ші корпусын көретін болсыздар. Иә, действующий университет кәдімгі. Туризм, меймандостық атындағы университет қой. Спорт туризм. Прямо сейчас выйти вот так. 3-4 жыл болды ашылғанына. Если ой, кайф, нет. Алдарыңызда сары жұмыртқа, алтын самұрық дизайн. Ішінде 8 форматта дейміз, енді Қазақстанның көрікті жерлерін самұрық құс болып айналып ұшып шығасыздар ғой. Бірінші Қазақстан тарихын оқисыздар. Сосын барып аттракцион сияқты неге отырып, дәл бұл экранда. Біз осыған барамыз. Негізі стоящий бар ғой, иә. Мына оң жақта. Бұл оң жақтарыңызда қолөнер орталығы. Иә? Мына жерде қолөнершілер орталығы дейді. Сондай бір шетелде жүрген сияқты сезім болып тұр менде. Оң жақтарыңызда Магнум, ар жағында сиқырлы керуен дейтін балалар ойын-сауық кешені орналасқан, детская площадка. Ішінде аттракциондар бар. Жалпы Караван-сарай, Венеция осы жерден басталады. Я туда хочу в аттракционы. Кешкі сағат 8-де шоу болады қайықпен. Айбетпеңіздер, өтпедек, аяқтарыңызға байлаңыздар. Жалпы сағат түнгі 11-ге шейін қосылып тұрады. Мама, я так никогда не была. Абайландар. Мына жерде сакура ағаштары отырғызылған дейді. Қожақ медиа сойының артында. Батыс қақпасы жағында. Майға қарай бүйтіп қалар. Маған Түркістанда осы алаңда қатты ұнаған нәрсесі туалеттердің көптігі, кез келген жерде. Маған сонысы өте қатты ұнады. Сол болды. Түні бойы пойызда жүріп өтіп, таңертеңгі уақытта біз Өзбекстанның оңтүстігінде орналасқан көне қала Қаршы қаласына келдік. Ол Қашқадария облысының әкімшілік орталығы болып есептеледі екен. Вокзалы жаңа, әдемі орталық. Қашқадария қаласына 2700 жылдан астам уақыт өтіпті. ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен көрінеді. Балалар емін-еркін ойнап, рахаттанып жүгірді. 2 сағаттай ма, 3 сағаттай ма, сондай уақыт біз осы шекарада күтіп өттік. Я предлагаю нам сыграть в игру «Города». Но у нас они немножечко будут да, под свой лад.
Таким образом, мы познакомимся, кто из какого города среди нас есть. Меня зовут Елена Владимировна, я из города Кокшетау. Сейчас. Проходили просто. Кокшетау у нас на букву У заканчивается. На какую на букву У кто у нас есть? Меня зовут Асмарал, я из города Уральск. Уральск. Есть еще на букву У? Уральск. Буква К. Нет, еще на У. Кто на У еще? Нет, нет, больше на букву У нет. Уральск. Тоже вам здоровья. Играем «Угадай». Цыпленок! Нет! Курица! 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 Молодец! Вот это есть! И вот это есть! И вот это у него есть! Нет. Это такой фокусник, фокусник, фокусник! Опа! Оп! Садик! Нет! Чайник. Если вот он бьет, женщина бьет! Ребенок! Кувшин! Кувшин! Либо машиной. Поездом. Нет? Спасибо! Спасибо! А ты что будет? Легко! Не, я не знаю. Я не знаю. Смотри. Про 8 марта. Қайырлы таң. Біз Душанбеге келдік. Пойызымыз тоқтады, біраз жуынып шайынып. Далада 9 градус. Шапандарымыз киіп алдық. Дайымыз Душанбені көруге. Вокзалдар әдемі екен, сүйкімді сондай. Қазір жиналып. Душанбенің шекарасынан өтсек, бізді мұнда музыкамен қарсы алып жатыр. Видео, фото, барлығы каналдар түсіріп жатыр. Наурыз құтты болсын. Центральная улица. Выехали из вокзала. Сапа алаңы. Орталық алаңдардың бірі Сапа алаңы деп аталады. Міне. Мынау орталық көшелері екен. 15 километр деді ма? 15 километр қашықтықта. Ең басты ғимараттары осы жерде, осы көшенің бойында орналасқан екен. Душанбе қаласының орталығында екенбіз. Коки, Навруз. По-моему, это музей. Алпекең айтады, мына жердегі лампочкалар мен үйлерінің өздері бізге қарағанда жирный дейді. Даже лампочки жирный дейді ғой. Жан-жақта таулар көрініп тұр екен. Біз Гисарская крепость деген жерге келдік. Артымызда орналасқан
негізі 3000 жылдық тарихы бар жер екен. Ал Душанбеде 1924 жылдан бастап қала ретінде қалыптаса бастаған екен. Негізгі орталықтары осы жер болған. Бүгін Наурыз, енді барлығы тойлап осы жаққа келіп жатыр екен. Біз де көреміз. Жүріңіздер. Наша группа собирается. Екен білмеймін, бірақ білдеп жатыр. Әдемі екен. Сосын натуральный? Да. Сосын байқағаным, Тәжікстанда осы Душанбеде ағаштары, шөптері бұндай гүлдеп, шөптері биігірек екен Өзбекстанға қарағанда. Енді жолда көріп жаттық қой біз. Білмеймін, бұлай ауасына қарасаң салқындау сияқты. Мүмкін таулы жер болғаннан кейін ба? Қазір медресеге бара жатырмыз. Медреседе бізге тарихты айтып береді, содан кейін жаңағы қалашыққа, Гисарский крепостьқа барамыз. Мына жерде айтам да, адамдар 3000 жыл бойы ата бабасы барлығы осы жерде тұрып жатқан шығар, ұрпақтар шығар сол адамдар. Біздің Қазақстанда болсаң, ата бабамыз қайда болғанын білмейміз ғой, әрі бері шауып әртүрлі жерде өмір сүріп өткен. Ал бұл жақта енді жергілікті халық отырықшы көп шығар. О, қандай реставрациясыз. Қандай әдемі. Наурыз құтты болсын. Күшті тарихты тыңдадық. Бұл жерде кім ғана болмады. Барлығы осы жері жаулап алғысы келіпті ғой, шіркін. Мен болсам сауда жасап қайттым. Әдемі. Мына жерде маған ұнайтыны қыздардың әртүрлі ұлттық киімдерін түрлі түсті киініп алғандары күшті екен. Өте әдемі көрінеді. Олар күшті ойнап жүр, е? Мына неге шығам деп ентіге қалдық, мына қамалдың үстіне дейін шығам деп. Әлі үстіне жеткен жоқпыз. Бір талай жер бар. Алпамыспен Анар кетті жүгіріп алға қарай. Познакомился с новым Ассаламу алейкум. Бехрус. Ребята из Казахстана. Вот мы с братом мы встречаем вот именно город Гисар, Халайсор. Вот у нас такое хорошее место. Если хочешь, переходи у нас в гостях, брат. Любой мы любим гостях. Спасибо. Иншаллах, все будет хорошо. Дальше Аллах здоровья всем. Рахмет, Бехрус. Жергілікті халық Айманмен бірге суретке түсіп жатыр екен. Қазақстаннан селамлар. Аха. Мына тюльпанның әңгімесін, тарихын айтайын деп едім, бір кішігірім. Қарасақ қала ашылғанда, енді қазір солып қалды. Вокзалға келгенімізде енді бәріміз қарсы алды да, бәрімізге бір мындай тюльпанчиктан берді. Сөйтіп маған жетпей қалды, бұны қызыма бергем. Сөйтіп тұрмыз енді концертті қарап, билеп тұрмыз. Бір уақытта, білмеймін енді, сол жерде жұмыс істейтін бір әйел-ау жүгіріп келіп, сондай күлімсіреп, қолыма осы гүлді ұстатты. Бірақ ол жабық болған. Біраз уақыттан кейін автобусқа отырғанда ол өсіп ашылды. Әдемі болып ашылды ғой, ерекше тюльпан гүлі. Ал басқалары, алғандары ашылмады. Соны айтам да, шын пейіл, шын көңіл деген қалай, ашып жібереді. Қатты жүрегіме де қуантты осы. Иісі де керемет. Тәжікстанның мощный палауын жеп алдық. Артында күштеп дайындап жатыр. Қазандары дәу енді. Жүрекке тимейді, майы пісте май емес. Қойдың құйрығынан жасалған. Бірінші сорпасынан берді, жақсылап. Мындай асқазанында ауырлық сезім мүлде жоқ. Өте күшті. Жерге жақындап қарасақ, жүріңдер. Жақындап қарайық.
күштілеп мына палаудың жерге салып жатқан. Күштілеп тұрмын. Музейден шығып флагштоктың қасында айналдыра серуендеп жүрміз. Орталық алаңдардың қасына келдік. Атын ұмытып қалдым, қалай екен. Бір орталық алаң әйтеуір. Бірақ жап-жасыл, күн шығып тұр. Гүлдер міне самсап шығып жатыр. Қандай гүл екенін енді білмеймін. Комментарийде жаза кетерсіздер. Өте әдемі, иісі де керемет болып тұр. Бір ғанибет. Душанбе маған ұнап тұр. Көктемде келіп, наурызды қарсы алуға болатындай жер екен. Архитектурасында байқағаным барлығы мынандай жалпақ, үлкен, мындай биік емес, именно мындай жалпақты, дәу-дәу. Оны балалардың өздері байқап қалды да. Қызық. Ерекшелігі. Қандай гүл екен? Айва прекрасная. Да, айва. Вау. Айва прекрасная. Гүлдер әдемі екен. Тюльпандар қандай әдемі. Сары, оранжевый, розовый, қызылы. Вау. Мына жердегі шамдардың өздері қызық екен. Құстарға ұқсайды. Қарашы. Мынау павлин сияқты құс. Қандай ерекше. Вау. Азеке мұнда жүрші. Артындағы тұрған президенттің резиденциясы ма сонда екен. Біздің Ақорда сияқты жер президент отырады. Сондықтан мынау административдік алаң болып есептеледі. Әр жағында да бір парламент бар дейді. Ар жағында бір сондай сенат сияқты өздерінің бір мемлекеттік ғимараттары. Яғни осындай керемет алаң серуендеуге бізде мүмкіншілік болып тұр. Керемет. Қалаймын. Біз үшінші төртінші түн болды ма? Шатасып кеттік қой. Пойызда келе жатқанымызға. Маған ұнайды, түнде ұйықтайсың. Күзетшілер, пограничниктер келіп документтерін жинап алып кетеді. Печать қояды, алып келеді. Ұйықтап жата бересің, рахат. Кеше түнде Алпамыс екеуміз әбден күлдік. Мындай болды жағдай. Ана жерде пограничниктер тексеріп жүрді. Шығуға болмайды вагонымыздан. Алпамыс екеуміз сүйгіміз келіп бара жатыр. Сөйтіп күлдірем Алпамысты. Ол дөше күледі, одан сайын сүйгісі келеді. Ананы айтып күлеміз, мынаны айтып күлеміз. Сөйтіп күле беріп. Алпамыс бұтына тышып қойды ғой бір кезде күле бергеннен. Сөйтіп не керек, не істейміз енді осы жерде енді. Есік ашық тұру керек мына жерде. Алпамыс тоңқайып көтін сыртып жатыр. Мен сүйгім деп тұр, не істерін білмеймін. Сөйтіп мына жерде бір бутылка бар, сол бутылкаға шор еткізіп толтырдық бутылканың ішін. Сөйтіп сейіп тұрып айтам да, қазір егер пограничник кіріп қалса деймін да, біреу тоңқайып жатыр, көтін сыртып, біреу бутылкаға сейіп тұр. Мыналар қайдан келе жатыр деп айтатын шығар дедім ішімнен. Бір сағат күлген шығармыз Алпамыс екеуміз кеше. На 1 час. 30 до 11. Точно. Он был Күле бергеннен бұтына түшіп қойған жігіт. Я подумала, что я попукал там. Я подумала, что это просто... Там было что-то склизкое, подумала. Это просто потрогала, понюхала. Говно! Полизал? В общем, не полизал енді. отбасымызбен бірге осылай жүрген керемет екен. Маған ұнады. Қызық. Рахат сондай. Бүкіл задачаларымызды Астанада тастап кеттік, бүкіл проблемаларымызды, есептерімізді, қисаптарымызды мына жақта
далаға қарасаң жап-жасыл ғой. Көздеріміз бет деп жатыр көздеріміз. Самарқандтың вокзалына келдік. Бәріміз үлкен группамен. Ойда. Автобусымызға барар едіңіз. Өзбекстанда бізді күтіп алған автобус қандай комфортта. Іші тап-таза, терезелері тап-таза. Сезіледі, жаңағыда несі, комфорт, жаңағыда сервис. Бізді ең алдымен Билайн центрге алып келді. Сөйтіп бір симкадан алып алдық бәріміз. Интернеттен құны қатты қымбат емес, сезіледі. Осындай дамыған елдерде интернет арзан болатыны. Самарқандқа келдік. Бұл жақта күтіп алушы компания атын білмейді екенмін қазір, сосын айтам. Өте тамаша, маған ұнағаны организационный уровень. Біріншіден гид барлық тарихты біледі, бір аңыздарды айтып беріп жатыр. Екіншіден, алдымызда кетіп бара жатса да бәрімізге мындай наушникпен бір аппарат беріп қойды. Қазір мен оны күшті естіп тұрмын. Не айтып жатыр, бәрін естіп тұрмын. Өте керемет. Әмір Темір алаңына келдік. Мынау тұт ағаш екен. Алар ше? Біз қазір мындай төмпешікте тұрмыз. Бұл жерден керемет көрініс ашылуда қалаға. Артымызда Бибі ханымға арналған мешіт тұр. Соның бағана біз соның қасынан өттік. Оның қасында базар бар жағынан, сауда саттық жасап, ойда рахаттанып ақшамызды жұмсадық қой. Содан енді қарасақ, әрірек жүрдік та мостың үстімен өттік. Мына жерде қарасаңыздар, ескі қала, бұл барлық қаншама ғасырлар бойы осы жерде үйлер тұр, ана артындағы. Және мынау төмпешік ол кезінде осы не болған, қалай еді, крепость болған. Соның іздері қалып отыр да. Өте керемет көрініс, сәл туристический жерден сәл әрірек жүру керек. Сонда бір аутентикалық қаланың демі, соның барлығы ашылады. Серуендеп, осы жерде жүріп қайтуға болады. Тамаша сквер бар, парк бар. Жүріңіздер, автобусқа бара берейік, біз шақырып жатыр. Біздің тобымыз Тәжікстанмен салыстырғанда Самарқандта көбірек сауда саттық жасады. Менің ойымша ол себебінің бірі мұндағы туризмнің дамығанын білдіреді. Мінекей адамдардың қолдарында, бәрінің қолдарында бір пакет, минимум бір лепешкадан. Самарқанд қаласының орталығынан шамамен 13 шақырым қашықтықта Сияп өзенінің жағасында Конегил деген қолөнер дәстүрлері мен көне қолжазба қағаз жасау өнері қайта жаңартылған әйгілі туристік ауыл мен мәдени орталық орналасқан. Ол жерде көне технологиямен жұмыс істейтін Мерс қағаз фабрикасы орналасқан. Сол жерден мен өзіме қыштан жасалған ыдыстар сатып алдым. Өте әдемі. Ерте Ташкентке келдік. Әнеке біздің группа топырлап кетіп бара жатырмыз. Жасылдар тобы.
Төле бидің кесенесіне келдік. Мен білмеппін, осы Ташкентте орналасқан артында. Қазір группадағы адамдар дәреттерін алып дұғаларын оқып шықпақшы. Біз әрине дұғамызды оқимыз ол кісінің жанына және оның ұрпақтарына арнап. Бірақ ерекше екен, маңайында жаңадан современный үйлер салып тасталған. Қаланың дәл ортасында кесене бар, өте қызық. Бұл жерге 2 президент те келген дейді. Өзі көп адамдар келіп тұрады дейді. Төле би 1660 жылдары өмір сүрген көрінеді. Ол қазақ халқының бірлігін нығайтуға зор үлес қосқан мемлекет және қоғам қайраткері, ойшыл дана, атақты 3 бидің бірі, ұлы жүзден, 7 жарғы авторларының бірі. Ол кішкентайынан әкесімен еріп, ел көріп, жер көріп жүреді. Және оны қарлығаш әулие деп те атаған екен. Ислам өркениетінің орталығына билет алып кіру бөлек, оған кәдімгідей 1 күндік уақытты арнау керек. Өте әдемі жер деп көршілеріміз айтып жатыр. Біз болсақ Хазірет Имам кешеніне бардық. Ол жердің тарихы өте қызық. Осыдан 1000 жыл бұрын басталған екен. Абу Бәкір Қаффал Шаши есімді ұлы ғалым өмір сүрген. Ол өте күрделі құлыптар мен кілттер соғатын шебер болғандықтан, халық оны Қаффал, яғни құлыпшы деп атап кеткен екен. Ол қайтыс болған соң оның мазары қасиетті орынға айналып, кешенге Хазірет Имам есімі беріледі. Кешеннің ең басты құндылығы 7 ғасырға жататын Осман Құраны. Ақсақ Темір бұл қасиетті кітапты Самарқандқа әкелген. Кейін ол Санкт-Петербургке алып кетіліп, тек 100 жыл бұрын ғана Ташкентке қайтарылды. 1966 жылы жойқын Ташкент жер сілкінісінде қала тегіс қираса да, Хазірет Имамның көне қабырғалары аман қалған. Бұл нағыз тарих пен руханияттың символы. Чорсу базарына келдік, Қараған. Базарда тамы жерде не болып жатыр, адамдар көп, ығы-жығы. Қаладағы обменникке қарағанда банктың обменнигі әлдеқайда жақсырақ екен. Так что банкоматтан ала салған ақшаны әлдеқайда ыңғайлы. Мінекей базардың іші. Бала-шаға, айман. Нелер алып жүрсе, азамат сухофрукты, анау-мынау алса, біз носки трусы алуға келдік. В общем, бізге сәттілік. Осымен біздің отбасылық 6 күндік саяхатымыз тәмамдалуға жақындалды. Балалар Magic City Ташкентте әртүрлі аттракционға отырып, VR очки киіп, әбден қызықтады. Сөйтіп пойызға отырып, таңертең Шымкенттен түсіп қалдық да, Астанаға самолетпен қайтып келдік. Рахмет көргендеріңізге.